Сәлем достар, сіздермен Ұлжан Жұмабайқызы. Біз бүгін осындай ірімшік, сарымсақ қосылған өте дәмді нан жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы 100 мл сүтімізді қосамыз. Одан соң жылы суымызды қосамыз. 1 шай қасық ашытқымызды саламыз. 1 шай қасық осындай шекер, яғни қант саламыз. 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Және 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, осыны алдымен венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Келесі ұнымызды саламыз. Ұнымызды електен өткізіп қосыңыздар, сол кезде біздің нанымыз жақсы көтерілетін болады. Мен осылай електен өткізіп қосып алдым. Одан соң венчикпен араластырып алдым алдымен. Одан кейін тағы да електен өткізіп қостым. Қоюланғаннан кейін ары қарай қолыммен жақсылап жұмсақ етіп қамырымды илеп алдым. Бұл жерде бір нанға ғана арналған порция. Егер сіздер 2-3 нан жасағыларыңыз келсе, дәл осы менің описаниеге жазған құрамымды 2-3 есеге көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Қамырымызды илеп алдық. Енді бетін салафанмен жауып, бетін матамайлықпен жауып, жылы жерге 30-45 минут аралығында қойып қоямыз. Яғни біздің мына қамырымыз көтерілу қажет. Көтергенше жылы жерде ұстаймыз. Енді салмасын дайындай береміз. Осы аралықта бізге осындай аскөк, яғни петрушка қажет болады. Оны осылай майдалап алдымен турап аламыз. Яғни бізге 2 ас қасық қажет болады. Одан кейін 2 тісше сарымсақ қажет. Оны да сарымсақ езгішпен осылай езіп алдым. Үкіштен өткізсеңіздер болады, немесе жаңағыдай пышақпен өзіңіз майдалап турап алсаңыздар да болады. Осылай міне сарымсағымызды дайындап алдық. Енді ірімшігімізді үкіштен өткізіп, оны да бөлек ыдысқа дайындап аламыз. Міне менің ірімшігім дайын болды. Енді салмамызды араластырамыз. Яғни бізге ерітілген сары май қажет болады. Сары майымызды ыдысқа салып аламыз. Оның үстіне 2 ас қасық аскөгімізді саламыз. 2 тісше сарымсағымызды саламыз. Және дәміне қарай шым-шым тұзымызды салып, осыны жақсылап араластырамыз. Міне мен бетіме жағатын салмамды және ірімшігімді осылай дайындап алдым. Біздің қамырымыз көтерілді. Табамызға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне аздап ұнымызды себеміз де, сол ашқан қамырымызды үстіне қойып, қолымызды кішкене майлап аламыз да, осылай үстінен басып дөңгелек етіп, дәл видеодағыдай жасап шығамыз. Одан соң оның бетін матамайлықпен жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз тағы да көтерілу қажет. Және біз осы қамырдың бетіне ойықтар жасап шығатын боламыз. Мен осындай шыны ыдысты пайдаландым. Осының түбін кішкене майлап аласыздар. Егер қамырыңыз қайта-қайта жабыса беретін болса, майлап алып, осылай ойықтар жасап шығамыз. Одан соң бағанағы салмамызды алдымен осылай қасықпен барлығын салып, кішкене жағып шықтым. Одан кейін щеткамен жақсылап бетіне тегістеп, ойықтарына да кіргізіп, әдемілеп, тегіс етіп жағып шықтым. Тегіс етіп жағып шыққаннан кейін бағанағы үкіштен өткізілген ірімшігімізді осы ойықтарға салып шығамыз. Осылай жасап көріңіздер. Мынау пеште пісіп жатқанда үйіңіздің барлығы осы нанның иісі алып, бір қатты жегіңізге дәмді болып шығатын болады. Жасап көріңіздер. Енді осыны 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Міне біздің нанымыз қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Осылай қазір кесіп көрсетейін сіздерге. Ештеңе қосып жеудің қажет жоқ. Нанның өзі өте дәмді болып шығады. Бір аптасына 2-3 рет жасасаңыз да балдарыңыз сүйсініп жейтін болады. Жасап көріңіздер. Қазір сіздерге бөліп көрсетейін. Өте дәмді болып шығады. Видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.